Саламатсыздар ма оқушылар? Хал жағдайларыңыз қалай? Ну, теперь начнем сегодняшний урок. Урок у нас сегодня 33. Изменение погоды дарит нам явление природы. 33-ші сабақ. Бүгін біз табиғат құбылыстары туралы айтатын боламыз. Балалар, мына жердегі біздің кластерді қарайық және өзімізге таныс табиғат құбылыстарын көріп тұрмыз ба? Яғни, светит солнце, гроза, ветер, дождь идет, снег, облачно. Яғни, күн жаңбыр жауып тұр, күн күркіреп тұр, жел болып жатыр, бұлттанып тұр дала, қар жауып жатыр деген сияқты табиғат құбылыстары бар, балалар. Енді ары қарай жалғастырайық. Балалар, бұл жаттығуда яғни 4 түрлі табиғат құбылысы туралы айтылған. Және олардың орны ауысып кеткен екен суреттермен. Соларды дұрыстап орындарына қойып шығуымыз қажет. Это природное явление происходит только летом. Во время грозы нужно выключать все электроприборы. Нельзя звонить по мобильному телефону. Бұл табиғат құбылысы тек қана жазда болады. Күн күркіреген кезде барлық тоққа қосылған заттарды өшіріп, телефонмен сөйлесуге болмайды. Яғни, балалар, бізде қай суретке сәйкес келеді? Бірінші, күннің күркіреуі. Ол мына сурет, В ясную морозную ночь на севере на небе появляются огромные сияющие разноцветные полосы. Это северное сияние. Солтүстікте, қыстың аязды күнінде аспанда әртүрлі түстегі жолақтар пайда болады. Ол солтүстіктің жарқырауы деп аталады. Ол мына суретке сәйкес келеді. После грозы можно наблюдать радугу, разноцветную сияющую дугу. Только самолетом можно увидеть полный круг радуги. Күн күркіреп жаңбыр жауғаннан кейін кемпір қосақты көре аламыз. Кемпір қосақ ол тіке болмайды, ол дөңгеленіп келеді. Оның барлық түсін тек қана самолеттен көруге болады. Ары қарай. Это явление происходит весной, когда тает снег и начинается движение льда. В это время опасно играть и кататься на льдинах. Это ледоход. Бұл табиғат құбылысы көктемде болады. Қар еріп, мұздың жылжуы басталған кезде бұл табиғат құбылысы болады. Бұл кезде мұздарда ойнап, сырғанақ тебу өте қауіпті. Бұл мұздың жылжуы деп аталады. Ол мына суретке сәйкес келеді. Балалар, осы мына табиғат құбылыстардың атын дәптерге жазып алайық. Түсіндік пе, балалар? Ал енді ары қарай жалғастырамын. Упражнение 3. Подумай, ойлан. Прочитай предложение, вставь подходящие по смыслу слова. Балалар, мына сөйлемдерді оқып, мағынасына сәйкес келетін сөздерді жазуымыз қажет. Яғни, зимой холодно, қыста салқын, а летом қалай болады? Жарко. Ыстық болады дейді. Декабрь – первый месяц зимы. Желтоқсан – қыс айының бірінші айы. А март – первый месяц. Чего? Весны. Көктемнің алғашқы айы, март айы. Зимой идет снег, а летом дождь. Қыста қар жауады, жазда жаңбыр жауады. Енді выпиши третье предложение, составь к нему схему дейді. Яғни, балалар, бізде үшінші сөйлемге схема жасауымыз керек. Яғни, бұда бірінші бір сөйлем жазылған, содан кейін үтір қойылған, содан кейін союз жазылған, яғни А союзы, содан кейін екінші сөйлем қойылып, нүкте қойылған. Бұл үшінші сөйлемнің схемасы. Ары қарай қазір осыны ары қарай жалғастырамыз.
келесі жаттығуда. Балалар, жаңа айтып кеткендей, осы сөйлемден біз балалар, мына таблицаның мына бір бөлігін қарайық, және мына бір бөлігін салыстыра отырып, мына тапсырманы орындауымыз қажет. Яғни, қарайықшы, зимой идет снег, летом идет дождь. Қыста қар жауады, жазда жаңбыр жауады. Бұл жерде балалар екі жай сөйлем көрсетілген. Ал мына бетінде зимой идет снег, а летом идет дождь. Қыста қар жауады, ал жазда жаңбыр жауады. Бұл қандай сөйлем? Бұл яғни бір күрделі сөйлем. Енді сколько предложений? Қанша сөйлем бар? Яғни бірінші бөлігінде бізде екі сөйлем, ал мына бетінде бізде бір сөйлем берілген екен. О чем говорится в предложениях? Сөйлемдерде не айтылған? Сөйлемдерде зимой идет снег, летом идет жазда жаңбыр жауатын, қыста қар жауатыны туралы айтылған. Сколько информации в каждом предложении? Әрбір сөйлемде қанша информация бар? Яғни, балалар, мына сөйлемде де екі мәлімет бар, мына сөйлемде де екі мәлімет бар. Яғни, қар жауатын, жаңбыр жауатын туралы. Как называются такие предложения? Мына бірінші столбиктегі сөйлемде жай сөйлем, яғни простое предложение. Предложение простое. Ал екінші бөлігімізде ол сложное, мен жаңа айтып кеттім, күрделі сөйлем болып табылады. Енді схемасы міне. Бірінші сөйлем нүкте, екінші сөйлем нүкте. Ал мына жақтың таблицасы схемасы. Бірінші сөйлем үтір, содан кейін А союзы, және екінші сөйлем, содан кейін нүкте қойылған. Чем отличается сложное предложение от простого? Сложное деген күрделі сөйлем, простой деген жай сөйлем. Балалар, жай сөйлем мен күрделі сөйлемнің не айырмашылығы бар? Жаңа айтып кеттік, екеуінің ішінде бірдей мәлімет саны болады. Бірақ жай сөйлемде екі сөйлем болса, біздің күрделі сөйлемде ол бір сөйлем болып тұр. Яғни, екі сөйлемді бір сөйлемге қосып жіберіп, бір ғана күрделі сөйлем жасап тұр. Түсіндік па, балалар? Ал енді келесі жаттығуға өтіп көрейік. Енді балалар, преобразуй дейді. Упражнение 5. Балалар, мына жерде бізде үлгі бойынша бір сөйлемді көрсеткен екен. Соған қарап қалған сөйлемдерді де біз солай жасауымыз керек. Оның ішіне и, а, но союздарын қолдануымыз қажет. Яғни сөйлемдерді бір-бірімен осы союздар арқылы біріктіруіміз қажет. Идет дождь, жаңбыр жауып тұр. Бірінші сөйлем. Светит солнце, күн жарқырап тұр. Екінші сөйлем. Енді біз союздар арқылы, яғни идет дождь, үтір, и союзы, светит солнце. Идет дождь, а союзы, солнце светит. Үшінші күрделі сөйлем. Идет дождь, үтір, союз но, светит солнце. Енді біз осылай жазуымыз қажет. Яғни, гром гремит. Гром гремит, үтір. И дождь не льет. Нүкте. Енді балар, келесі жалғасы. Гром гремит, үтір. Келесі біздің союз
А дождь не льет. Тек қана союздарды ғана өзгертіп отырмыз. Түсіндік па? Ары қарай. Гром гремит. Үтір. Но дождь не льет. Нүкте. Енді екінші сөйлемді жазайық. Ол сөйлемде тура осылай жазамыз. Яғни дождь идет. Бірінші. Идет. Үтір. И град падает. Нүкте. Ары қарай. Дождь идет. Үтір. А град падает. Үшіншісі. Дождь идет. Үтір. Но град падает. Нүкте. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемат болыңыздар. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыз болады. Сау болыңыздар.